Қызылорда қаласы жедел құтқару жасағы құтқару бөлімше басшысы Есенмұрат Танышбаев бүгін 2 мамыр 2022 жыл кезекші бөлімшеге 20 сағат 39 минутта Шұғылан Мөлтек ауданы 6-47 пәтер тұрғыны пәтерінің сыртқы есігін ашылмай ішінде 3 жасар баласы, балконда 13 жасар қызы қалып қойған жөнінде хабар түсірді. Аталған мекенжайға 5 құтқарушы бірлік техника шығып, аталған мекенжайға келіп, арнайы құралдармен есігін ашып бердік. Баласының қызының жағдайы жақсы. Мен Сыдықова Айгүл, 63-47 үйдің тұрғынымын. Мен құтқарушыға шақырған себебім, кішкентай балам есікті іште құлыптауда қалып қойған. Ешқандай нем жоқ. Рахмет айтам құтқарушыға. İşe kırsan işte. Баламыз Alıp ettim. Ne yapayım? Karap bu. Balans yıkta. балконға қақтап тастадым әнін.